Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгін аудандық сараптама нәтижесінен бірінші отырыста өз әдістемелік құралын таратуға бірінші болып 43-ші орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Асанханова Нұрбике Асанханқызы дыбыс пен әріпті таныстырудың әдіс тәсілдері атты тақырыпта өз әдістемелік құралын сіздерге таныстыратын болады. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Дыбыс пен әріп ұғымын, дыбыс ауызша негізі мағлұмат бере кетсек, дыбыс пен әріп ұғымы дыбыс ауызша айтылатын, естілетін тіл бірлігі. Әріп дыбыстың жазудағы таңбасы болса, дыбысты біз естиміз және айтамыз, ал әріпті көреміз және жазамыз. Дыбыс пен әріпті оқытудың мақсаты оқушылардың фонематикалық есту қабілетін дамыту, дыбыс пен әріпті ажырата білуге үйрету, дұрыс оқу мен жазу дағдыларын қалыптастыру, сөздік қорын байыту. Дыбысты таныстыру кезеңі, әліппе кезеңі оқуға үйретуде сөзге дыбыстық әріптік талдау жасау, дыбыстар мен әріптерді оқу және жазу, әртүрлі буынды сөздерді оқу, қысқа сөйлемдерді, шағын мәтіндерді оқу, жазуға үйретуде әріп элементтерін жазу, бас әріптер мен кіші әріптерді жазу, әріптердің баспа және жазба түрлерін ажырата білу, сөздерді көшіріп жазу, үлгі бойынша жазу, есту арқылы жазу, ауызша тіл дамытуда сөйлеудің дыбысталдау мәдениеті, сөзбен жұмыс, сөйлеммен жұмыс байланыстырып сөйлеу. Сөзді тұтас айтуға, сөзді буынға бөлу, буыннан дыбысты ажыратуға үйрету. Көрнекілік әдістер арқылы біз суреттер, әріп карталары, буын кестелері, интерактивті тақталарды қолдансақ, өте ыңғайлы болады. Артикуляциялық жаттығулар арқылы біз тілдің бұлшық еттерін дамытамыз. Сондай жаттығулардың бірі саңырау құлақ жаттығуы. Қысқаша мағлұмат беріп кететін болса, күлімдеу, ерінді сәл ғана ашу, тілді қатты таңдайға тигізіп түсірмеу, ерін күлкі қалпында қалдырып, ауыз ашылғанда ерін қимылдамау керек. Ауызды ашып жатқанда 2-3-10 секунд қалыпта тұру керек. Яғни бұл тіл бұлшық еттерін дамытуға өте пайдалы. Жазу дағдыларын қалыптастыру, әріп элементтерін жазу, ауада жазу, дәптермен жұмыс, көшіріп жазу. Жазу дағдысын қалыптастыру ол сауатты жазуға, шығармашылық жұмыс жасауға, өзіндік ой пікірін жазуға, өз ойын сын тұрғысынан дәлелдеуге, іс қағаздармен сауатты жұмыс жасауға қалыптастырады. Қорытындылай келетін болсам, дыбыс пен әріпті дұрыс меңгеру сауатты оқудың негізі. Әдіс тілдердің тиімді қолдануы ол оқушы жетістігін арттырады. Ойын мен көрнекілік басты құрал болып табылады. Назарларыңызға рахмет. Рахмет. Келесі кезекте 43-ші орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Исатай Ару Парахатқызы тақырыбы бастауыш сыныптарға арналған дидактикалық материалдар жинағы бойынша сіздерге өз әдістемелік құралын таныстыратын болады. Саламатсыздар ма, әріптестер? Мен жинағының тақырыбы бастауыш сыныптарда арналған дидактикалық материалдар жинағы. Яғни бұл жинақ мақсаты оқушының білімін бекіту, логикалық ойлау қабілетін дамыту, танымдық қызығушылығын арттыру, сабақта белсенділікті қалыптастыру. Және де бұл жинақтың міндеті оқу материалдарын ойын арқылы меңгерту, тапсырмалардың деңгейлі ұсыну, өздігінен жұмыс істеуге үйрету, шығармашылық қабілеттерін дамыту. Бұл жинақ 3 бағытта негізделіп жасалған, яғни оқу сауаттылығы, математикалық сауаттылық және дүниетану пәніне байланысты. Бұл жинақта дидактикалық материалдардың түрлеріне сәйкестендіру тапсырмалары, тест сұрақтары, суретпен жұмыс, логикалық есептер, ойын элементтері, жұмыс парақтары, карточкалар, суретпен жұмыс, кестелер және сызбалар. Сонымен қатар ойын элементтері де
көрсетілген. Кім жылдам, артық сөзді тап, сәйкестендір, жұмбақты шешу тапсырмаларымен қызықтыра отырып оқушыларды меңгерту. Оқу сауаттылығы бөліміне, яғни жаңа 3 бөлімнен, оқу сауаттылығы, математикалық сауаттылық, дүниетану пәніне 3 бөлімнен тұрады, 3 бағытта. Соның оқу сауаттылығы деп отырғанымыз, оқу сауаттылығы қазіргі білім беру жүйесінде ең негізгі бағыттардың бірі. Бастауыш мектепте оқушының мәтінді түсінуі, негізгі ойды табуы, пікір білдіруі, оның сауаттылығының көрсеткіші болып саналады. Дидактикалық материалдар арқылы оқушының сөздік қоры дамиды, және де сөз бен сөзді байланыстырады, сөйлеу дағдысы қалыптасады, шығармашылыққа деген құлшыныстары артады. Ал екінші бағыт бойынша математикалық сауаттылық бағыты бойынша, яғни математикалық сауаттылықта оқушының тек қана есеп шығарумен шектелмейді. Сонымен қатар оны өмірлік жағдайда математикалық білімді қолдану дағдысы қалыптасады. Мысалы, дүкеннен сатып алу, жолда қашықтықтан өлшеу, уақытты есептеу, тұрмыс шығындарын жоспарлау сияқты тапсырмалар балаларға математика пәнінің күнделікті өмірмен байланысын көрсетеді. Сонымен қатар дүниетану пәні бастауыш сыныпта ең қызықты әрі маңызды пәндердің бірі болып табылады. Бұл арқылы оқушылардың табиғат құбылыстарымен, өсімдіктермен, сонымен қатар жануарлармен, әлемнің, адамның еңбегімен, қоғамдағы рөлімен танысады. Яғни бұл әдістемелікті қорытындай келе, бастауыш сыныпта арналған дидактикалық материалдар жинағы қазіргі білім беру талаптарының толық сәйкес келетін мазмұнды әрі құнды әдістемелік еңбек. Ол бастауыш сынып мұғалімінің күнделікті тәжірибесінде таптырмас көмекші құрал болып табылады. Назарларыңызға рахмет. Келесі біздегі Көдек Гүлсара, бастауыш сынып пәнінің мұғалімі, тақырыбы бастауыш сынып оқушыларына функционал сауаттылықты арттыру тақырыбы бойынша. Менің тақырыбым бастауыш сыныптағы функционал сауаттылықты арттыру. Бұның өзектілігі қазіргі білім беру жүйесінің білім беру талаптары, функционалдық сауаттылық, өмірлік дағдылардың негізі. Функционалдық дағдыны білімді өмірде қолдана білу. Енді функционалдық сауаттылық деген ұғым оқушының оқи, жаза, есептей білуі, ақпараттық түсінуі және қолдану өмірлік жағдаяттардан шешім қабылдай алуы керек. Енді бастауыш сыныптағы функционалдық сауаттылықты маңызы неде? Яғни танымдылық белсенділігін арттырады, оқушылардың сыни ойлауын арттырады, коммуникациялық дағдыларды қалыптастырады, өз бетімен жұмыс істеуге үйретеді. Функционалдық сауаттылықтың негізгі бағыттары қандай? Яғни оқу сауаттылығы, жазуды сауатты жазу, математикалық сауатты есептеу, ақпараттық сауаттылық, коммуникативтің сауатты құра білу керек. Оқу сауаттылығының даму әдістері. Бұнда мәтінмен жұмыс болады, сұрақ қою және оларға сауатты түрде жауап беру, мазмұнын өмірмен байланыстыру, болжам жасау, қорытынды шығара білуі керек. Математикалық сауаттылықты арттыру біріншісінен өмірлік есептер және өмірде кездесетін есептер, логикалық тапсырмалар, практикалық жұмыстар және ойын элементтер ретіндегі есептер көптеп қолданылады. Жазу және сөйлеу дағдыларын дамыту, эссе, әңгіме құрастыру, рөлдік ойындар, дидактикалық және пікірталас, диалог және пікірталас, шығармашылық тапсырмалар ұйымдастырылған. Ақпараттық сауаттылық, яғни ақпаратты іріктеу, кесте, сызба, диаграммамен жұмыс, цифрлық ресурстарды тиімді пайдалану туралы бағыт-бағдар беріледі. Сабақта қолданылатын тиімді әдістеріміз жобалық оқыту, топтық және жұптық жұмыстар, сыни ойлау стратегиясы мен интерактивті әдістерді көптеп қолданылған. Негізгі күтілетін нәтиже оқушының өз ойын еркін жеткізе алуы керек, алған білімін өмірде қолдана алуы керек, танымдық қызығушылығын арттыру керек, өз бетімен шешім қабылдай білу керек. Міне осы мақсатта біз осы әдістемелік құралды жасап отырмыз. Қорыта келгенде, яғни бастауыш мектеп оқушыларының тұлғалық және пәндік білімдік дағдыларын әлеуметтік қоғамдық ортада кез келген жағдаятқа сәйкес еркін қолдана алуын негізгі мақсат етіп отырмыз. Назарларыңызға рахмет.
Енді мына жерде біз жаңа ерте бастап кетіппіз. Тағы 5 минутымыз бар. Одан кейін тағы сіздерге ссылка жіберем группаға. Соны қазір тағы кіресіздер ғой. Келесі Китапбаева Айман Жұмабековна, бастауыш сыныптарында қазақ тілінен ережелер мен тапсырмалар жинағы 44-ші мектеп. Бар ма? Бар ма? Жоқ па? Дауыс шығармай отыр ғой. Дауыстарыңызды шығарсаңыздар. Микрофон өшіріліп тұр. Саламатсыздар ма? Мен қазір мына камерамды нетіп алайын. Қазір Менде минутта үлгерсеңіз. аха. Бізде енді бастауыш сыныпта демонстрация қосылмай жатыр. Бастауыш сізде. сыныптағы оқушыларға Қоса беріңіз, демонстрация болды. Рұқсат берілді. рұқсат берілді. Бәсе, қосылмай тұр. Қазір қоса алмай жатырмын. Айта беріңіз жалпы. Жалпы айта берейін, иә. Біздің бастауыш сыныптардағы қазақ тілін бастауыш сыныптарға меңгерудегі тиімділігі. Яғни ең бірінші бұл жердегі мақсат оқушыларға қазақ тілін ережемен үйрету. Яғни қазіргі біздің оқу сауаттылығын дамытуда біз баланың мәтінді қалай түсінгенін анықтай аламыз. Осы балалардағы сауатты жазуды қалыптастыру, ол осы қазақ тіліндегі ережелермен қамтылады. Ең біріншісі менің осы әдістеме құралды жазудағы ойым, ол ережелерді оқушыларға үйрете отырып, артынан сол үйренген білімін нәтижемен көрсету. Ол нәтижені біз қалай аламыз? Ең бірінші өзіміздің білімімізді балаларға береміз, яғни бір ережені дұрыстап түсіндіріп, олардан сол ережені түсінгенін біз тест арқылы алып отырамыз. Бұл әрқашан қайталанады. Мысалы, қазақ тіліндегі фонетика тарауы бойынша бүкіл ережелерді балалар үйретеміз. Алдымен бір ереже бүгінгі өткен дыбыстар болса, дыбыстарға туралы толық ақпарат беріп, сол ақпарат арқылы біз ол балалардан тест алу барысында ол балалардың нәтижесін байқаймыз. Яғни бұл балалардың оқу сауаттылығының дұрыс қалыптасуын, түсінік грамматикалық ережелерді есте сақтай отырып, қатесіз жазу, сауатты оқу және функционалдық сауаттылық, ол өздерінің сол алған білімдерін болашақта өздерінің өмірлерінде қолдана алуы. Ережелердің осы қазақ тіліндегі ең үлкен маңыздылығы балаларда грамматикалық қателерді жібермеуінде. Яғни біз диктантты жаздыру барысында жақсылап түсінген бала ережені осы нені диктантта өзінің жіберген қателігін ереже арқылы табады. Енді осы жерде күтілетін нәтиже, менің әдістемелік құралында ереже жазылған, ол ережелерге әртүрлі тапсырмалар берілген. Ол жерде қазіргі балалардың көзіне қызықты болатын әсем суреттермен суреттелген, және де сол тапсырма сол бүгінгі тақырып аясында ғана болады. Сол тақырып аясында балаларға әртүрлі көлемде тапсырма бар. Деңгейлік, ең алдымен жеңілден қиынға қарай жүреміз. Сол жеңілден қиынға қарай балалардың ережені дұрыс түсінген, түсінбеген байқауға болады. Және бұл қазақ тілін біздің оқушылар үшін тереңірек меңгеруге септігін тигізеді деген ойдамын. Менде демонстрация экран қосылмай қалды мұнда. Слайдын бәрін көрсетейін деп едім соны. Қорыта айтатын болсақ, біздің кітаптарымызда ережелер аз қамтылғанымен, біз қосымша ақпараттар арқылы, осылай әдістемелік құралдар арқылы бір-бірімізге көмегімізді балаларға білім беруде көмектесе аламыз. Жақсы, рахмет. Келесі бізде. Қазір сіздерге тағы да ссылка жіберем. Сол ссылкамен тағы кіріңіздер. Топқа жіберіп жатырсыздар ма? Иә, қазір жіберем. Все, да? Можно продолжить? Тему еще раз озвучите. Тему вашей работы. ТИМ. Элементы в обучении математики в младших школьников.
Хорошо. Ожидаемые результаты. Личные результаты, повышение мотивации к изучению математики, формирование исследовательского интереса к окружающему миру, развитие уверенности в собственных знаниях и умениях. Метапредметные результаты, умение работать в группе, договариваться, распределять. Еще раз, извините, здесь ваша презентация не видно нам. Ага. Сейчас, минуточку. Хорошо. Что нужно сделать? Демонстрацию заново? Да, заново. Хорошо. Сейчас. Так. Теперь видно? Видно. Хорошо. Метапредметные результаты, умение работать в группе, договариваться, распределять обязанности, развитие навыков, планирование, прогнозирование и анализ, формирование универсальных учебных действий. Предметные результаты, освоение математической операции и понятия в прикладных ситуациях, способность применять математику для решения практических задач. Я составила учебный математический план, здесь 34 урока. Сейчас, минуточку, подождите. Почему-то не нажимается. Предоставляю вам план урока. Вначале у нас идет эмоциональный настрой, далее идут задания. Задания в формате ПИЗа. Первое задание, второе задание – это ситуация, метание мячей. Третье задание – это у нас получается игра в настольные кости. И получается, вот в этом плане мы работаем ежедневно, развивая у детей развивая у детей критическое мышление. Ой, у меня что-то не получается. Вот такая вот у меня программа STEAM. Большое вам спасибо за внимание. Что у меня не получается здесь? Цель еще раз можете сказать? Цель работы. Заново начать мне, да? Или Нет, потому только цель озвучите, Ага. потому что сейчас... Цель моей программы. Главная цель программы – формирование у младших школьников базовой математической грамотности и исследовательских навыков через интеграцию элементов STEAM подхода в учебный процесс. Все, понятно. Спасибо. До свидания. Спасибо. Следующий у нас кто? Поэтому... Апай, сіз қалдыңыз ғой деймін, қазір сіз таныстырып кетейін. Қазір айтамын. Келесі бізде Максаламова Еңлік Ануарбековна. Создание литературных произведений с помощью нейросети. 19-ші орта мектеп. Ага, демонстрация. Сізге демонстрацияға не бересіз ба? Берем қазір. Жоқ, сіз емес, жаңа 44-ші орта мектептікі. Мукарам апай. Мен түрім шығып тұрмайды. Шығып тұрсыз. Шығып тұр ма? Иә, көріп отырмыз. Мукарам Азалдиновна, подождите, Мукарам Азалдиновна, бізге разрешение на демонстрацию. Ага. Сделайте меня организатором сделайте. Сейчас, подождите. Казір. Все, сделала. Көріңізші, апай. Болды ма? Нет еще. Әлі сіз шығып тұрсыз, организатор. Несколько участников тип бастым, білмеймін да. Сейчас. Там внизу участники есть, и там нажимаете. Да, я вот взяла. Да, я нажала, но почему-то он все равно не показывает. Сейчас, минуточку. Есть до сих пор организатор. Микрофон қосылды. Таныстыра беріңіз, апай. Қазір мына кісіні еткенше.
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Представляю программу создания литературных произведений с помощью нейросетей, направленную на развитие письменной речи, творческого мышления и цифровой грамотности, обучающихся с использованием современных технологий искусственного интеллекта. Цели программы формирование у обучающихся навыков создания литературных текстов, используемых нейросетей как инструмент поддержки творческой деятельности. Цель программы не заменить мышление ребенка нейросетью, а научить использовать ее как помощника для развития воображения, речи и интереса к литературному творчеству. Задачи программы – развивать письменную и устную речь, формировать навыки работы с текстом, обучать осознанному использованию нейросетей, развивать творческое мышление и фантазию, воспитывать ответственное и этничное отношение к искусственному интеллекту. Направление программы – это литературно-творческое, цифровое и метапредметное. Программа носит